күнімізге сәттілік, көтеріңкі көңіл-күй тілеймін. Мен жанымда тұрған Саминаға қуыршақты беремін. Самина, сен өте ақылды қызсың. Енді біреуін таңдап, ары қарай Ибраимға жалғастырайық. Жақсы бір сөзіңді айтшы Ибраимға. Ибраимға, сені саған берем, өтінсең жақсы баласың, достармен бірге ойнайсың. Рахмет айтып аламыз. Келесі жалғастырамыз. Шанжарына сені саған берем, өтінсең ақылды баласың. Бірге ойнайық деп айтуыңа болады, екеуікті бірге екен. Мына сыйлықты саған беремін. Сен өйткені ақылдысың, достармен бірге ойнайсың. Рахмет. Жіберейік қолдан. Ал, жылдамдатып жалғастырамыз. Аламыз. Айжұлдасында кітапты саған беремін. Өткенше ақылды қызсың. Рахмет. Қуанып қалдың ба, Айжұлдыз? Қуаныштымын деген жақсы сөздерді білдіріңдер. Саған мені білем, өткенсен білімдесің. Жарайсың. Не айтамыз Алдияр? Білімдісің деп саған жақсы сөз айтты. Айжанор, мына саған ойыншықты беремін, өткенсен Қазір бәрін аласың. достарымен ойнайсың. Рахмет. Рахмет айтасың ба? Қуанып қалдың ба? Рахмет. Яқымжан, мына сәтті саған беремін, сен өткен ақылды баласың, тәттікті баласың. Рахмет. Келесі жылдамдатып жалғастырамыз. Мына сыйлықты саған беремін, өткенше ақылды қызсың. Ильяс не іздеп тұр екен? Қарайық. Ильясқа қандай түседі? Ильясына Алапат. Өткенше ақылдысың, жүрсің, сабақтарды оқисың. Жарайсыңдар? Енді Ильяс досыңа бере ғой. Эпизодта саған берен ойыншы машина. Жарайсың, бірге дос. Жарайсыңдар. Рахмет, балалар, қуаныштымын. Енді алған заттарымызды мына қорапқа жинап, қазір барлығымыз алатын боламыз. Қалып қоям. Адамдар бір-бірге сыйлық танытып жатыр. Келесі сурет. Демек қолын созып, көмегін сұрап тұр, ақылдасып аламыз. Бұл мына жерге шығамыз. Автобус. Қараңдар. Енді автобустың орындықтары болады, өздері көріп отырсыңдар, ал сен қай жерде отырдың автобустың? Қай бөлігіне отырдың? Алдына. Жарайсыңдар, демек автобустың жүргізетін мамандық иесін кім деп атаймыз? Жарайсың, автобус жүргізушісін өзін сайлап алыпты. Қалғанымыз кімдер болып отырмыз? Қандай жағдай? Амансың ба, бала? Әже, мына орынға отырыңызшы, өтінемін. Не айтамыз? Әжей отырды. Рахмет, бала. Оқас жоқ. Қандай ой түйдіңдер? Қандай орын? Құрмет кәсіге әже. Міне, үлкенге құрмет білдірген кім? Алдия. Жолаушы, жас бала үлкенге құрметін білдірді. Солай ма? Демек қоғамдық көлікте біз өзімізді қалай ұстаймыз? Қалай ұстаймыз? Рахымжан, біз қоғамдық көлікте қалай ұстаймыз? Алдияр, өзімізді сыпайы, мәдениетті ұстаймыз. Солай ма? Кімдер жүр? Балалар жүр. Балалар жүр. Енді сендерге саябақ жүреді. Әркеншек сендер қандай әрекет жасайсыңдар? Келе қойыңдар. Келе қойыңдар. Ойнағандар. Кейбіреуіне доптар дейін. Бәріне, саябақта ойнап жүрмін. Апамен де доппен. Келе. Кел, әрине. Сен ана топта келсің ғой, Сен көзі бересің. Болды. Тоқтата ғой. Енді қараңыз.
Енді топпен ойлай береміз бе? Иә. Қалай екенбіз? Самина әкелікке барып отырғысы келді. Иә. Biz кезек беріп отырамыз. Жарайды. Иә, міне. Қандай сөз айттыңыз? Төре, кешір, біз кезекке тұрамыз деп. Иә, кезекпенен отырамыз деп. Оған Самина келісті. Енді кезекте тұрсыңдар, иә? Ал, енді естіп отырған адам не қылады? Кезектесіп, иә, ойнайды жарайсыңдар. Бере ғой, келесі. Міне көрдіңіздер ме сонда? Дұрыс, яғни болады, болмайды. Іс-қимылдар, іс-әрекеттері белгіленген. Сол белгіге сай жанына орнатасыңдар, иә? Дұрыс, орналастырыңдар. Но ашылады, білесіңдер ғой? Келесі тұр. Ашылма не? Иә, ашылады. Сен ала. Белгілеңдер, дұрыс бағатын. Иә, атын аштыңдар ма? Мына жерде өзінің арнайы белгісі бар. Иә, осыған келесің мына жерде. Абай дұрыс па, дұрыс емес па? Иә, болады, болмайды белгісіне. Сен боладың, қайсысын, қай суретке қояйын? Бүгінгі әрекетке өте тамаша қатыстыңдар. Сіздерді мен әдепті бала номинациясымен тәрбиелігіңіз үшін, сыпайылығыңыз үшін әрқашан ізгілік пен әдеп жолынан таймаңыздар деп алғыс хат беремін.